Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа жұмыртқадан дайындалатын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқаға 4 ас қасықпен сүт құямыз. Татымына қарай тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған тапамызға сұйық майымызды құйып, оның үстінен дайындаған жұмыртқамызды құямыз. Бір қызанақты турап үстінен салып, қалауымыз бойынша аскөкпен сәндесек болады. Енді бетін жауып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мақпал. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.